Сәлем достар, сіздермен бірге Дінмұхаммед. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілін талап ететін мамандықтар жайлы сөйлесетін боламыз. Бірінші мамандық аударма ісі. Одан кейінгі мамандық шет тіл мұғалімдерін даярлау. Бұл екі мамандықта шет тілін, яғни ағылшын тілін талап ететіндіктен, бұл мамандықта ағылшын тілін білу өте маңызды, логично, по идее. Сол үшін кем дегенде ағылшын деңгейлеріңіз B2 деңгейінде болуы керек. Одан кейінгі мамандық IT мамандығы, яғни IT саласына түсем деп ниеттеніп отырсаңыздар, онда қазірден бастап ағылшын тіліне дайындала беріңіздер. Себебі сабақтың барлығы ағылшын тілінде болады, мидтар, сессиялар, емтихандардың бүкілі ағылшын тілінде болады. Просто қиналып қаласыздар. Келесі одан кейінгі төртінші мамандық авиация ісі мамандығы, яғни ол жерде де бүкіл сабақтар ағылшын тілінде өтеді. Авиациялық құралдарды басқару, жалпы шетелге шыққанда да ағылшын тілі өте керек болады, маңызды болады. Бесінші мамандық халықаралық қатынастар және дипломатия. Аты айтып тұрғандай, бұл мамандықтар арнайы мемлекеттермен қарым-қатынастар жүргізесіздер, яғни бұл мамандықта шет тілдерін білу маңызды. Әсіресе ағылшын тілі әлемдік тіл болып табылғандықтан ағылшын тілін білу өте маңызды. Кем дегенде бұл мамандықта C1 деңгейінде болуы керек. Жалпы бүкіл мамандыққа ағылшын білу өте маңызды, себебі Абай атамыз өзінің кезінде айтып өткендей, заманның тілі орыс тілі болса, қазіргі тіл ағылшын тілі, сол үшін ағылшын тілін білулеріңіз маңызды. Ағылшын тілін білсеңіздер, сіздерге жаңа есіктер ашылады, жаңа мүмкіндіктер ашылады. Яғни ағылшын тілінде жазылған кітаптардың қоры қазақ тілі мен орыс тіліне қарағанда өте көп, 60-70%-ға көп десек те болады. Сол үшін ағылшын тілін білу маңызды. Қазірден бастап, бүгіннен бастап ағылшын тіліне дайындалып, өзіңді жетілдір.